байқам тұр мына жерде. Бүгін деген Осман таң атпастан оянып алған ғой. Мә, ұйықтайын ба деп ойлағам, өзі түнде кепші. Сонымен мен келген кезде тамақ ішетін болды, ол тамағын дайындап, тамағын беріп айтпайды жатқызғанша. Сөйт таң құзғыннан оянып алған ғой. Ойбай-ай. Бір кішкене сағатым бар еді ұйықтайтын, оның өзін ұйықтамадым ғой. Сонымен кеттім, сестренкамды қазір алып, дизайнермен кездесем. Декоративный панель аламын бүгін, бұйыртса. Енді ең андай не моменті важный, сол декоративный панель болды, потому что бізде негізі особо көп емес декоративный панель үйдің ішінде. Кішкене ғана, но тем не менее оны дизайнермен таңдамаса, маған түсініксіз болып тұр бір-екі моменттары. Сол. Хорошего дня. Доброе утро всем. Бүгін ата үйіне видео. Добрый мама. Мама. Сәлем. Бүгін ата үйіне келдім деп жатырмын да. Әже апа. Мында ол жеке бар. Өйстіп отырып шай құйып. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи баракату. Мен де ауылдан шыққан қарапайым ғана отбасының қызымын. Дәл қазіргі таңда өзімнің армандарыма кішкентай болсын күнделікті қадамнан жасап келе жатырмын. Менің арманым өте көп. Мен ол арманға міндетті түрде жетемін. Білесіз бе неге? Өйткені жүрегімде Аллаға деген сенім бар. Өзімнің дұғама деген сенімім бар. Біз ойлаймыз, барлығы бірден болып кете салса, бүгін армандадым, ертең орындала салса дегендей, Аллах сіздің адалдығыңызға, Аллахқа деген сеніміңізге қарайтын ұмытпаңыз. Осыдан 2-3 жыл бұрын мен блогерлікті бастадым. Басында мені ешкім таныған жоқ, ешкім мені қабылдаған жоқ. Бірақ Аллахтың қалауымен сабыр қылдым, еңбегімді тоқтатпадым. Қазіргі таңда осы блогер болып, өзімнің парақшамды жүргізіп, адамдарға пайдалы болып, өзімнің де жұмысымды дамытып, күнделікті алға қарай жылжып келе жатырмын.